қарапайым жұмысшыдан көтерілдіңіз бе? Мен қазір меңгерушімін. Жұмысына алған жалақысы тати ма? Барлығының бала шағалары бар, жеткізе алмайды. Жаңа саудагер апаларымыз айқайлап шығушады ғой. Сүт, айран деп. Өйткені өздері қоқыстардың бәрін лақтырып тастап кетеді, сендердің жұмыстарың алыңдар, жалақыларыңды алып отырсыңдар ғой деген қаншама тұрғынның әңгімесін естідік. Сәлем достар, бүгін осындай керемет ауа райында, керемет саябақта еркін сұхбат құратын боламыз. Ал біздің қонағымыз сіз күткен зам әкім емес, ешқандай да басқарма басшысы емес, қарапайым еңбек адамы. Ендеше керемет сұхбаттың куәгері болам десеңіз, бізбен бірге болыңыздар. Арай әпкеміз жасыл елде 6 жылға жуық қызмет атқарды, әпке. Жалпы енді әпке осы салада 6 жыл қызмет атқардыңыз. Жалпы қарапайым жұмысшыдан көтерілдіңіз бе? Қызметіңіз өсті ме? Жасыл ел Таразға келгеніме 6 жыл болды. Бірінші 4 ай қарапайым жұмысшы болып істедім. Көше тазаладық аха. Бүкіл көшелерді тазалап, сыпырып, соған атсалыстым. Бірден көтеріліп кеттіңіз бе? Жоқ, одан кейін мен жұмыстан шығып кетіп поляда істедім. Полядан кейін бұл кісілер қайтадан өздері шақыртып алды. Адамдарыңмен келші, мастер қылып, шебер қылып көтереміз деп. Содан кейін шебер қылып көтерді. Қазір мастерсіз болсам ба? Жоқ, мен қазір меңгерушімін. Қазір мастерім бар. Жалпы енді ең алғаш қарапайым жұмысшыдан бастадым дедіңіз ғой. Алғашқы жалақыңыз қанша болды? 42 мың болды. 42 мың. Алғашқы. Примерно 2016 жылдары шығар? 2000, иә. Ол кезде енді 42 мың өз әжептерім ақша еді ғой? Аха, ол кезде сол ақша жететін еді барлық отбасымызға. Қазір қанша айлық аласыз? Қазір 140 мыңнан жоғары. 140 мыңнан? Жалпы енді осы мысалы қарапайым жұмысшылар жұмыс істеп жатыр қазір? Иә. Бұл кісілер 60 мыңға жуық жалақы алады екен. 66 мың жалақы алады. Қоғамдық жұмысшы, аха. Жалпы бұл кісілердің істеп жатқан жұмысына алған жалақысы тати ма? Жоқ, татымайды. Өте аз жалақысы. Өйткені барлығының бала шағалары бар, жеткізе алмайды. Қатты қиналып, басқа жерлерде де түнде де жұмыс істеп келетіндері бар арасында. Түнде демекші. Баяғыда енді қалада қонақ болып келген кезде заңмен жаңағы саудагер апаларымыз айқайлап шығушады ғой. Сүт, айран деп. Қазір енді осы кісілер оятады азанмен, жаңағы қоқыс шығарып жатады, таңғы 5-те, кеше ғана 5-те шығарып жатыр. Азанмен халықты оятады бір жағынан. Бұл кісілердің еңбегін бағалаймын өз басым. Жалпы халық қалай бағалайды сіздердің еңбектеріңізді? Халық өте нашар. Бағаламайды. Өйткені өздері қоқыстардың бәрін лақтырып тастап кетеді, сендердің жұмыстарың алыңдар, жалақыларыңды алып отырсыңдар ғой деген қаншама тұрғынның әңгімесін естідік. Әлі күнге дейін естіп жатыр. Ал кейбіреулері бар енді, үлкен ақсақалдар, апалар келіп рахметін айтып, алғысын жаудырып, осы табиғатымызды аялап жатсыңдар, сыпырып тазалап жатсыңдар деп көбісі алғысын да білдіріп кетеді. Бірақ өте аз алғыс айтатындар. Жастар жағы ма сол? Енді көбісі жастар жағы бар. Жалпы енді қоғамдық орындарда белгілі бір заң бар ғой, қоғамдық орында шашқан адамдар жазалайды деген. Сол заңмен жазаланып жатқан адамдар бар ма? Жоқ, өте аз. Оның айыппұл мөлшері де өте аз. Өйткені жоқ, білмедім енді, онысы анық. Бізге патрульдердің көбісі, жаңағы полициялардың көбісі ондай неге істей алмайды. Тікелеп келіп айыппұл тастай алмайды оларға. Сондай бір экологиялық полиция ашылса деп мен өзім армандаймын, бәр жерде камера болса. Өйткені экологиялық полиция штраф салып айыппұл тала берсе, ол халық соған дағдыланып, ойбай мен қайта-қайта төлей берем ба деп тастамайды деп ойлаймын енді, өз пікірім. Алдыңғы сұраққа қайттан оралайын енді. Сіздер нағыз еңбек адамдарсыздар. Жазда аптап ыстық болып кетті ғой, 40 градус болып кетті. Сол кезде де жүрдіңіздер, мысалы, паркты қарап қалсаңыз, ана шөп жұлып жатады, ана жер тазалап жатады. Енді алда қыс келе жатыр. Қарын көреміз. Қарын көресіздер. Жалпы енді ол жұмыстардың бәрін осы қарапайым адамдар істейді енді. Қарапайым жұмыстар. Неліктен осы саланың, осы сіздердің қызметтеріңіздің жалақысы аз деп ойлайсыздар? Мәселен, менің ауылда көршім бар. Ол Америкаға барып қайтты. 6 ай жұмыс істеп қайтты осы аула сыпырып, осындай қызметте. 6 айдың ішінде жағдайын жасап отты кәдімгідей.
үй соқты, жаңа көлігін алды. Шетелдіктер оған ай сайын 400-500 мың теңге көлемінде біздің теңгемен шаққанда сондай жалақы төлепті. Енді сіз қалай ойлайсыз, бізде неге жалақы аз осы салада? Енді білмейміз, көп адамдар қайта-қайта барып әкімшілікке жазды. Біздің жалақымыз, ол мемлекеттің шығарған несі дейді, неге жұмыспен қамтуға барсақ. Мемлекеттің шығарып қойған заңы дейді, сол бөлінеді, соны береміз дейді. Барлық қалаларды дәл солай дейді. Барлық қалаларды? Иә, барлық қалалармен салыстырсақ, енді сәл бір 5-6 мың разница болады атады. Ешкімге ренжи алмаймыз, өйткені жұмыспен қамтудың өзінің планында бар. Кішкене қиялдап көрейік. Егер де сіз қала әкімі болсаңыз, қай салаға көбірек көңіл бөлер едіңіз? Мен бірінші осы жасыл таразға көбірек көңіл бөлетін едім. Өйткені қаланың көркеюіне, талдардың көгеруіне, тазалыққа барлығын өзіміздің туған жерімізден бастасақ деп ойлаймын. Жалпы енді көбірек ақшаны бөліп, айлықтарын көбейтіп, адамдардың уақытында беріп, көбірек көңіл бөлем дейсіз ғой. Көбірек осы салаға көңіл бөлем. Ал егер осы жасыл елдің бастығы болсаңыз, жасыл елдің қандай жағдай жасайтын едіңіз? Енді өзіңіз бағана қарапайым жұмысшыдан жетекшіге дейін қызметім өсті дедіңіз. Біраз көрдіңіз, енді 6 жылдың ішінде біраз нәрсені көрдіңіз. Не жетіспейді осы жасыл елге? Біріншіден сол бәріне ақша мәселесі ғой. Айлық мәселесін ретке келтіріп, әр айдың соңында айлығын беріп отыру керек адамдардың. Өйткені айлық мәселесін былай қойдық. Одан басқа қандай? Одан кейін мына жуыну гигиенасы болса екен, барлық өзінің душевойы болса екен, мына күл қоқыс салып атырып машинаға үстіне аударылып кетеді. Одан кейін барып мынандай мұздай ағып жатқан суға, әжетханаға барып, сол суға жуынуға тура келіп қалады. Сондай душевой кабиналар болса екен деп ойлаймын мен өзім бәрі. Өйткені жұмыстан қайтарда шомылып, үйлеріне таза болып қайтуларын. Бізде енді Таразда бірде-бір паркте, мен байқамадым өз басым. Бірақ Түркістан анада жақын арада барып қайттым. Әр парктың осы бұрыштарында андай жаңа қол жуатын раковиналарын қойып қойыпты да. Бізде әжетханада бар. Иә, душевой болса екен, өйткені қоқыстарды лақтырады ғой жоғарыға. Шөп лақтырады, мысалы, мына шөптердің барлығы ертең орылады. Осылардың шөптерінің барлық шаңдары үстіне түседі рабочий. Оны қағып, сілкіп далада. Біраз уақыт енді кедергі болып қаламыз да. Кейін барлықтарында бірдей форма болса екен. Барлығында, кірген кезде туристер де осындай қонақтар да басқа шығылса. Кейбір кезде шаң-шаң болып қалады жұмысшыларды. Сол кезде бағана қаладағы жас балалар болсын, болмаса ересек адамдар кеңімсітіп, ондай жиі болып тұра ма? Жоқ, ондай болмайды. Неге барады ғой, үстерін қағатта әжетханаға барып, сол жақтарда жуынып, оны алады енді. Кейбір кездері енді, өзім де байқап қалдым анада ше. Жасыл елдің адамдар өсіп, сыпырып, жинап жатады. Тозаң болады үстері. Тура анау бағанағы қоқыс салатын жәшіктің жанына келеді да, жас балалар бүйтіп лақтырып кетіп жатады да. Сіздердің көздеріңізше сол кезде қандай көңіл күйде болсыздар, оларға бір не ақыл кеңес айтады. Ақыл жоқ, егер жоқ, олай болатын болса, олар біздің үстімізден шағымданады. Анаған барады, мынаған барады, әйтеуір үлкендері келеді, мамалары, аналары келіп шағымданып. Одан кейін оларға тиіспейді. Тастады ма, тастаған күтіп тұрып, алып та келеді солар. Өйткені оны ит алып кетеді басқа жақтарға, басқа жерлерге шашып тастайды. Енді бізде көбісі ұрлау, сындыру, талқандау өте көп енді саябақтар. Біз қараймыз. Өйткені оны орындықты талқандап тастаса, біз әкеп қайдадан осыны түзелеп орнына қоямыз. Енді осы сәт пайдаланып, қала тұрғындарына қандай қала тұрғындарына айтатыным, тазалықты сақтайықшы деп айтпақшымын. Әрбір тұрғынның өзінің үйінен білуге болады. Үйінің ауласынан қалай болады, қандай тұрмыстар жасайды. Сол үшін біз тек тазалықты сақтайық, ат салсайық, күл қоқысты белгіленген орынға тастайық. Тек айтатыным сол. Басқа не деп айтамыз? Барлығы өзі ата мекенді, туған жерді тазалығын аялап, табиғатты аялап, қорғаса екен дейміз. Енді осы саябақтар жайында бір сұрақ қояйын, соңғы сұрағымды. Жалпы бірнеше саябақ бар шаһарымызда. Оның безендірулері өзіңіздің көңіліңізден шыға ма? Әттеген-ай деп қалатын жерлер бар ма? Мынандай істеу керек еді, бірақ басшылыққа айтылмайтын. Бірақ осылай ойда қалған, саған энергия мұны осындай жетіспейтін еді, энергия андай жетіспейтін еді деген секілді. Ондай өте көп.
Мәселен, қазір Жеңіс саябағындамыз. Иә, Қазір осы жерге не жетіспейді сіздің ойыңызша? бұл жерде Безендіру жағы. безендіргенін әдемі бір басқа шет мемлекеттерге барсаңыздар гүлдер басқаша төгіліп әдемі болып тұрады ғой. Сосын әртүрлі жылда әртүрлі стиль беру керек саябақтарға деп ойлаймын. Сол баяғы. Бұл бір 10 жылдан бері сол жерге гүл егілген, ар жаққа не ектік жаңағы самұрықтың тасын қойдық. Сол. Ал шетелдерде әр жылына ауыстырып тұрады екен. Үлкен гүлдерді, талдарды безендіріп басқаша көрікті етіп. Шетел дегеннен шығар, енді өзіңіз шетелдерге барып көрдіңіз? Көршілес мемлекеттерде. Әрине барғам, Өзбекстанға барғам. Өзбекстанға. Енді ол жердің табиғаты өте керемет. Табиғаттан бөлек, шаһарында осындай саябақтар бар. Таза, иә, саябақтар бар, таза. Ол жерде бір қоқыс көрмейміз күндіз барсақ. Енді ол қоқыс көрмеуіңіздің несі себебі халықтың тазалығында деп ойлайсыз ба, әлде осы жұмысшылардың ұқыптылығында, бағана жауапкершілігінде деп ойлайсыз ба? Мен халықтан көремін. Халықтың өзі тазалығында. Өйткені ол жақта барлық жерде камералар қойылған. Тастады ма, айыппұл салынады. Халық та бар. Мәселен, енді айыппұл дегеннен шығар. Тағы да сұрағымды қайталап өтейін, алдағы сұрағымды. Осы егер де бағана қоқыс шашып жатқан жандарды көрсеңіз, құқық қорғау органдарына хабарласқан кездеріңіз бола ма? Болады. Иә, жиі болып тұрады. Олар келемдегенше я қашып кетеді, я ұстап отырып, соған айыппұл тіркетеміз. Ол өзі қанша төлейтінін саған келеді деп айтады оған телефонынан. Сонымен біз қанша екенін білмейміз. Егер сондай адамдарды ұстап алсақ, бізге жұмысқа жіберулерін талап етеміз. Келіп жатыр ғой жаңағы. Келіңдер, жұмыс істейді. Қоғам бос жүргенше. Айыппұлдың орнына жұмыс істеп кетіп, қанша жерімізді тазалап, жәрдем ету керек. Өзі білдірген заттарын өзі тазалау керек. Былай қарағанда деп ойлаймын, өзім пікірім. Осы жасыл елде жұмыс істегісі келетіндер енді көп емес қой. Көп емес, ақша үшін келеді көбісі, да? Иә. Айлық табу керек, жаңағы отбасын асырау керек деген секілді. Қазіргі таңда енді жастардың көбісі келмейді ғой. Басым көпшілігі үлкен кісілер. Қанша жас аралығында? Сол 50-ден жоғары ғой. Біздің әке-шешемізбен жастар. Сол кісілер келеді, қарап жатқанша әйтеуір сендерге пайдамыз тисін деп. Жақсы, рахмет. Әсерлі сұхбат болды. Жақсы, рахмет. Сіздерге де рахмет. Құрметті көрермендер, мінекей сізбен біз тастаған қоқыстарды осындай анамызбен, әпкемізбен жасты адамдар жинайды. Сондықтан жанашырлықпен қарайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыз.